Баршаңызға қайырлы күн. Қазіргі кезде хит болған фисташковый пирог жасайтын боламыз. Құрамын видеоның астына жазып қойдым. Алдымен пирогтың песочное тестосын дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майды ыдысымызға саламыз. Үстіне қантты қосамыз. Қаймақты саламыз. Және жұмыртқаның сарысын саламыз. Ағын бөліп алып қаламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның белогын холодильникке салып қоя тұрамыз. Ұнға қамыр қопсытқышты салып араластырамыз. Ұнды салып, қамыр болғанша илейміз. Қамыр кеуіп кетпес үшін орап, холодильникке салып қоямыз. Енді пирогтың ортасында начинкасын дайындайтын боламыз. Творожный сырға сливкиді құямыз. Қант, жүгері крахмалын, фисташка пастасын, жұмыртқаны қосып, блендермен бір келкі болғанша езіп аламыз. Ортасына салатын начинкасын дайындап алдық. Енді қамырын жаямыз. Қамырды осылай пергаменттің үстіне қойып жаямыз. Қамырды осындай формамен кесіп алдым. Форманың диаметрі 24. Жанындағы артық қамырларын алып, пирогтың бортиктарын жасайтын боламыз. Осы жерден мұқият болыңыздар. Жандағы қамыр мен бортиктар жасаған кезде екеуінің біріккен жерін жақсылап біріктіріп шығамыз. Начинкасы ағып кетпес үшін. Және де сол жерден қалың етіп жасамаңыздар. Менікі піскен кезде қалың болып кетті. Сол жерін қарап мұқият болыңыздар. Енді начинкасын қамырдың үстіне құямыз. 180 градуста 25 минутқа пісіреміз. Духовканы алдын ала қыздырып қойыңыздар. Міне менде пирог пісті, дайын болды. Пирогты міндетті түрде толық суытып алыңыздар. Пирогтың бетіне меренгасын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ақ уызын алдын ала бірінші көпіртіп аламыз. Осындай көпіршіктер пайда болғаннан кейін барып, қантты 3-4 бөлікке бөліп, қосып ағарғанша миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына дейін апарамыз. Меренганың үстіне жүгері крахмалын, майдаланған фисташканы қосып, араластырамыз. Меренганы кондитерлік қалташаға саламыз. Пирогтың бетіне видеодағыдай орналастырып шығамыз. Меренганың орталары ашылып қалмауы керек. Бұл жерде пирог толық суыған болу керек. Егер жылы болса, меренга ағып кетеді. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Піскен пирогты толықтай суытып, холодильникке 4-5 сағатқа қойып аламыз. Пирогтың бетіне майдаланған фисташканы себеміз. Пирогтың дәмі ерекше дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.